Hi guys, I'm Mrs. Madina, and if you are ready, let's get started. Ең бірінші біз сіздермен бүгін қайын ата, қайын ене, жалпы қайын жұрттағы бүкіл туысқандарыңыздың аттарын айтып үйренетін боламыз, иә? Ол үшін мына ережені қолданамыз. We add in-law for relationships from a marriage. Мен осы уақытқа дейін сіздерге айтып жүрмін, ағылшын тілі бұл точный язык, яғни барлығы логикалық тұрғыда дұрыс айтылады, иә? Бұл ереже бойынша бізге былай айтады. Егер сіз үйленгеннен кейін пайда болған қайын жұртыңызға сіз in-law деген тіркесті қоясыз. In-law деген аудармасы заңды түрде. Мысалы, father-in-law, your husband's father or your wife's father. Father – әке, father-in-law – қайын ата. Қайын ата деген сіздің күйеуіңіздің папасы немесе әйеліңіздің әкесі. Немесе brother-in-law. Brother-in-law сіздің әпкеңіздің күйеуі, яғни жездеңіз, немесе your wife's brother, немесе сіздің әйеліңіздің інісі, яғни қайын іні. Келесі ереже бізде бұл екінші рет үйленген отбасыларға байланысты айтылған. We add step for relationships from a remarriage. Яғни екінші рет отбасын құрған адамдардың туысқандарының барлығы step деген сөзбен басталынады. Мысалы, stepmother, your father's wife. Сенің әкеңнің әйелі. Егер әкең екінші рет үйленіп жатса, оның әйелі сізге мачеха болады. Яғни stepmother, мачеха деген сөз. Stepsister, бір анадан туған, бір әкеден туған, бірақ екінші жұптары басқа адамдар. Stepsister, немесе stepbrother деген сияқты болады. Жалпы бұл мен сіздерге түсіндіріп жатқан себебім, ағылшын тілінде, жалпы ағылшын нәсілдес адамдарда бұл нормаға айналған және тексттерде, тапсырмаларда, сонымен қатар аудиоларда сіздер оны жиі естулеріңіз мүмкін. Ал енді үшінші ережем, we add grade to refer to the generation before. Ал егер сіздің папаңыздың папасы немесе папаңыздың атасы деп айтып жатасыз ғой, яғни үлкен көкелеріңізді, үлкен ата әжелеріңізді, сол кезде сіздер great деген тіркесті қосасыздар. Мысалы, great grandfather, your mother's grandfather, your father's grandfather. Яғни мамамның, папамның атасы, ол сізге үлкен ата болады, яғни прадед. Сол үшін прадед дегенде біз great grandfather деп айтамыз. Ал great uncle, your mother's uncle, немесе your father's uncle. Сіздің мамаңыздың ағасы немесе папаңыздың ағасы сізге как көке сияқты ғой. Бізде көке деп айтады мен отбасымда. Дәл солай great uncle. Ал енді сіздермен осы отбасы тақырыбына байланысты аудио тыңдаймыз және тапсырманы орындайтын боламыз. Сіздерге осы сурет көрсетілген және осы сурет бойынша сіздер қазір аудио тыңдайтын боласыздар. Тапсырма осы сөйлемді толықтыру керек. Сөйлемді оқиын. The family photo includes Ella's stepmother, great-grandmother or brother-in-law. Осы отбасылық суретте Элланың кімі бар? A. Мачехасы, B. Great-grandmother, яғни әжесі, немесе brother-in-law, жездесі, немесе қайын інісі. Ал кеттік тыңдайық. Can I see that photo? Yes, of course. Here you are. Are those your grandparents? Well, that's my granddad, yes. But that's not my grandma. It's my granddad's sister. She hasn't got children. And that's your sister, isn't it? That's Maria on the left. Yes, it is. And that's her husband. What's his name? Bruno. And these are their two children. How old are they? 6 and 4. So you've got one niece and one nephew? No, I've got 2 nieces and 2 nephews. Really? Yes. I've got a brother too, remember? And he's got 2 children. Oh, yes. And what about you? Where are you?
I'm not in the photo. It's my camera. Егер аудионы сіз түсінбеген болсаңыз, міне текст. Дәл осы аудионы қайтадан қосамын, міндетті түрде өзіңіздің произношениеңізді дұрыстаңыз және аудионмен қатар дауыстап оқып шығыңыз. Can I see that photo? Yes, of course. Here you are. Are those your grandparents? Well, that's my granddad, yes. But that's not my grandma. It's my granddad's sister. She hasn't got children. And that's your sister, isn't it? That's Maria on the left. Yes, it is. And that's her husband, What's his name? Bruno. And these are their 2 children. How old are they? 6 and 4. So you've got 1 niece and 1 nephew. No, I've got 2 nieces and 2 nephews. Really? Yes. I've got a brother too, remember? And he's got 2 children. Oh, yes. And what about you? Where are you? I'm not in the photo. It's my camera. Ал бұл тапсырманың жауабын міндетті түрде комментарийге жазып шығыңыз. Ал енді біз сіздермен атақты отбасылар туралы тестті орындайтын боламыз. Famous families. Атақты отбасылар. Ең бірінші суретке мән беріңіздер. Who is this man? Бұл ер адам кім ол? Is he Beyoncé's? Бұл Beyoncé'дің кімі? Міндетті түрде тесттердегі сөздерді табасыздар, олардың барлығы отбасыға байланысты сөздер болады және дұрыс нұсқасын белгілейсіз. Екінші, these girls have got a famous. Who is he? Бұл 2 қыздың атақты кімі бар? Және ол кім ол? Will Smith, Jay-Z, Barack Obama. Қайсы екенін белгілеп кетіңіз және кім болып табылады? Бос орынды толтырасыз. Ал үшінші суретте What is the relationship between these 2 Hollywood stars, Jon Voight and Angelina Jolie? Осы суретте тұрған 2 Голливуд жұлдыздары, яғни Джон Войт және Анджелина Джолидің ара қатынастары қандай? Яғни қандай туысқандық қарым-қатынаста? Ағасымен кім болуы мүмкін? Father или там біліп тұрған шығарсыздар, иә? Әкесі немесе қызы, күйеуі немесе әйелі деген сияқты дұрыс бос орындарды толтырып, сонымен қатар дұрыс жауабын айтатын боласыздар. Ал төртінші, қазір ең көп талқыланып жатқан мәселе. What the relationship is this man to Queen Elizabeth II? Is he Elizabeth II королеваның осы ер адамға қандай туысқандық қарым-қатынасы бар? Ол оның кімі? Яғни бос орынды толтырып, дұрыс жауабын жазатын боласыздар. Өте қызық тапсырма деп ойлаймын. Жалпы ағылшын тілі сіздердің кругозорларыңызды кеңейтуге, көбірек информация білуге өте көп көмектесетін болады. Сондықтан міндетті түрде ерінбей осы тапсырманы орындауға кеңес беремін. Ал сабақ ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Goodbye.